Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде 13-ші тараудың 3-ші сабағы кешенді қосылыстар. Ал ендеше бастайық. Кешенді қосылыстар дегеніміз алдарыңызда тұрғандай тік жақшасы бар қосылыстар. Егер химияда осының тік жақшасы бар қосылыстарды көрсеңіздер, бұл кешенді қосылыс екенін біліп жүріңіздер. Айтпақшы, кешенді қосылыстарды тағы комплексті тұздар деп атайды екен. Яғни комплекс деген сөз ол тоже кешенді деген мағынаны білдіреді. Ал ендеше, мына кешенді қосылыстарды давайте біз желеген шақыртасақ, қане бөлшектеп қандай бөліктерден тұрады, соны анықтап алайық. Оны анықтау үшін бізге ең бірінші кез келген кешенді қосылыс екі бөліктен тұратынын түсіну қажет. Бірінші бөлігі мынау тік жақшаның іші, екінші бөлігі тік жақшаның сырты. Тік жақшаның ішін біз ішкі сфера деп атаймыз. Ішкі сфера. Ал тік жақшаның сыртын біз сыртқы сфера деп атаймыз. Сыртқы сфера. Ішкі сфера, сыртқы сфера. Енді ішкі сфераның өзі екі бөліктен тұрады. Ол бірінші металды бөлігі. Бұл орталық атом. Орталық атом. Я болмаса, бұның тағы да екінші аты бар. Тұз түзуші. Тұз түзуші. Или та үшінші аты бар екен, кешен түзуші, кешен. Енді мен кешен деген жазбай қойын, осында екі аты бар деп қалдыра берейік. Ал мынау аммиак деген бөлігі, бұл бізде жігіттер қыздар лиганды деп аталады. Лиганды. Бір қызығы лиганда саны қанша? Лиганда саны 4-еу. Осы мынау 4 деген сан, бұл оның координациялық санын көрсетеді. Координациялық сан. Осындай бөліктерден тұрады екен. Сонда ұбытыда сұрақтар келеді. Лигандасы мынандай болып тұрған кешенді қосылыс, орталық атомы мынандай болып тұрған кешенді қосылыс, сыртқы сферасы бірінші жазылып тұрған кешенді қосылыс деген секілді сұрақтар келуі мүмкін. Сол кезде сіздер оған толықтай жауап бере алуларыңыз қажет. Ал ендеше, кешенді қосылыстардың үш түрі бар екен. Анионды, катионды, бейтарап. Кеттік енді, не себепті анионды, не себепті катионды, не себепті бейтарапқа жататындарын әрқайсысын түсіндіре кетейін. Мына бірінші қосылысымызды қарасаңыздар, мынау зат өзі диссоциацияға ұшырайтын болса, мынау сыртқы сфера былай сыртқа бөлек жазыласады, катион болып. Ал мынау ішкі сфера болса, феррум цианиді 6 деп біз былай жазып қоямыз. Енді бір қызығы, бұл калийға 3 түсіп тұр ғой, сол себепті бұның заряды 3 минус болады екен. Енді жігіттер қыздар, қараңыздар, мынау ішкі сфераның заряды минус болып тұр, ал минус болса, ол анион деген мағынаны білдіреді. Сонда ішкі сферасы минус зарядты болғаннан кейін, яғни анион болып тұрғаннан кейін, кешенді қосылыстың бұл түрі анионды деп аталады. Ал мынау зат болса, қараңыздар, тік жақшаны бірінші жазып аламыз. Хром, H2O, 6 селенген, және NO3-тен 3 дейді. Енді NO3-ке 3 сүріп тұрған, ол хром H2O 6 селенгені, әнәлшіге сонда 3 плюс деп сан қойып қоямыз. Сонда бұл жерде ішкі сфераның заряды қандай болып тұр? Плюс болып тұр екен. Сол себепті бұл қандай кешенді қосылыс? Катионды кешенді қосылыс. Ал мынау затта сыртқы сфера мүлдем жоқ, сол себепті бұл бейтарапқа жатады. Сонда жігіттер қыздар, ішкі сфера теріс заряд болса анионды, оң заряд болса катионды, ал егер мүлде заряды болмаса бейтарап. Бұны былай жаттап алуға болады, егер ішкі сфера соңында жазылса, типа тік жақша потом тұрса, бұл анионды, ішкі сферасы бірінші жазылса, катионды болады. Ал егер тек ішкі сферадан тұратын болса, бейтарап болады деп түсініп алсаңыздар да қателеспейсіздер. Келесі, мынау бізде енді кешенді қосылыстар бойынша бізде кейде кешенді қосылыстың құрамындағы заттардың тотығу дәрежесін тап деген секілді де сұрақтар кездеседі екен. Бұлардың енді тотығу дәрежесін табу үшін біз келесі нәрселерді жаттап алу керекпіз. Қараңыздар, ең бірінші амин деген лиганда бар екен, бұл NH3, оның тотығу дәрежесі 0. Сонда мынау NH3-тікі қандай болады? 0 болады. Ал енді біз білеміз, сульфаттікі ол -2. Сонда қараңыздар, 0-де 2-ге өтсең 2, мынау -2 болса, купрум оған қарама-қарсы +2 деген тотығу дәрежесін көрсетеді. Тура солай мына жаққа баратын болсақ, қараңыздар, мынау циан дегендікі -1 екен. Калийдікі тұрақты +1. Ендіке темір табу керек. Темірді қалай табамыз? -1-ді 6-ға көйтеміз. 6 болады. 3-ті 1-ге көйтеміз. 3 болады. 6-дан 3-ті азайтамыз. Сонда мынау заттың темірі бізе +3 деген тотығу дәрежесін көрсетеді. Мынанда былай жазатын болсақ, бізде қараңыздар, мынау -1, калий +1, темірдікі, сонда қараңдар, 6, 4, мынау сонда +2 деген тотығу дәрежесін көрсетеді екен. Сонда мынау
лигандалардың тотығу дәрежесін білсеңіздер, онда сіздер оларды өте оңай тотығу дәрежесін анықтай аласыздар. Енді бұларды біз тотығу дәрежесін анықтап тұрмыз ғой, атаулары қалай болады? Давайте соны талдап жүрейікші. Қараңыздар, мына жерден бастасақ, бұл мынау кешенді қосылыстың ішіндегі кешен түзуден бастаймыз. Кешен түзушіден бастаймыз. Мыс, мынау NH3 дегенді амин деп оқиды екенбіз. Аминнен қанша? Екеу. Диамин сульфаты. Келесі, мынау ше. Бұл жақта сыртқы сфера бірінші жазылып тұр, сол себепті осы калийдан бастаймыз. Калий. Енді бір қызығы, осыдан кейін мына темірдің валентлігі кетеді. Темірдің валентлігі бізде 3, сол себепті жақшаға 3. Дальше, қараңыздар, циян дегенде 6 ғой. 6 деген гексі. Сонда калий 3 гексі цияну ферраты. Вот, сонда калийді жазып алдық. 3 деп тұрған бұл темірдің тотығу дәрежесі, болмаса валентлігі. Гекса деген 6, цияну деген мынау CN, феррат деген ол феррум деген затпен тұратынын айтады. Ал сонда мынаның атын өздеріңіз жазып көрсеңіздер. Бұл калий 2 гекса цияну ферраты. Так, гекса цияну ферраты. Так, осындай атаулары бар. Келесі, кешенді қосылыстар, яғни комплекс тұздар бізде лигандасына, жоқ, вообще в целом типіне қарай 3 түрге бөлінеді. Ол тұздар, ол қышқылдар, потом негіздер. Қараңыздар, қышқылдарға жату себебі бұл жақта кімнен басталып тұр? Кәз сутектен басталып тұр. Негіздерге жату себебі қандай? Бұл жақта кім бар? Гидроксид бар. Егер сутекте, гидроксидте болмаса, бұлар тұздарға жатады. Так, налады бір ата жеркеш. Мыс тетраамин сульфаты. Хром гекса аква нитраты. Так, сутек тетрахлор ауруматы. Мына жақта калий тетрагидроксо алюминаты. Барий тетрагидроксо цинкаты. Кешенді қосылыстар лигандасына қарай 4 түрге жіктеледі. Екен, гидроксо кешенді, аква кешенді, аммиакат, ацидо кешен. Ал енді кетігі әрқайсынан жеке-жеке тоқталайық. Гидроксо кешен дегеннен заттың құрамында мындай OH барлар. Қараңыздаршы, OH-тыр. Аква кешен дегенне аква деп тұрған HECO емес па? Вот, HECO кездессе бұл аква кешенді болады. Аммиакат, қараңыздар, аммиак деген сөздер. Сол себепті бұлардың құрамында NH3 болу керек. NH3. Ацидо дегенде енді мынау оксалат деген топ кездесе алады, және циян деген топ кездесе алады. Егер осы екеуінің біреуі кездесе, бұл ацидо кешендіге жатады. Міне, СО4 және циян. Осыған қарап біз өте оңай ажырата алады екенбіз. Так, давайте енді атауларын ата жерсек. Калий тетра гидроксо алюминат. Барий тетра гидроксо цинкат. Алюминий гекса аква хлорида. Хром гекса аква нитрата. Мыс тетра амин сульфата. Күміс диамин хлорида. Калий 3 оксалато алюмината. Калий гекса циано феррата. Вот осындай заттарды атай беруіміз қажет. Ал ендеше бұлардың химиялық қасиеттері бар екен. Так, бүкіл кешенді қосылыстар бізде электролиттік диссоциацияға ұшырайды. Мысалы, мына затты біз диссоциациялайтын болсақ, бізде сыртқы сфера бір бөлек, ішкі сфера бір бөлек жазылады. Платина NH3 4 еселенген деген шығады, және хлор бөлінеді. Қараңыздар, хлордың заряды бізде тұрақты түрде минус, және алдына екісін қоямыз, себебі екісі бар. Сонда мынау бізде плюс зарядты болады. Хлорға 2 түсіп тұрғаннан кейін бұл әрине 2 плюс болады. Енді бір қызығы, мына ішкі сфераның өзін тағы бір мәрте диссоциациялауға болады. Мына осылай. Сол кезде бізде платинаның өзі шығады, и аммиак былай бөлініп кете салады екен. Так, енді аммиак 0 деген заряд болса, бұл 2 плюс болып қала береді. Осылай. Так, гидроксо кешенді қосылыстар қышқылдар әсерінен ыдырайды дейді. Міне қараңыздар. Қышқыл жеткіліксіз деген бар, қышқыл артық деген бар. Қышқыл жеткіліксіз болса қалай болады, қышқыл артық болса қалай болады. Ең бірінші мынау сыртқы сфера міндетті түрде қышқылдың қалдығымен бірігіп кетеді. Яғни натрий хлориді болып кетеді. Алюминий болса гидроксидпен қалады. Және HECO молекуласы бөлінеді. Ал енді қышқыл артық болса, онда мынау натрийіңді, алюминийіңді хлормен бірігіп кетеді. Сонда натрий хлориді, қосылған алюминий хлориді және HECO деген затымыз осылай бөлінеді. Так, міндетті түрде бұларды теңестіріп алу қажет. Так, мына жерге бізде қанша сутек? 9 сутек, мына жаққа 3 қоямыз. Мына жерге 3 қоямыз. Оттек 6 бол теңесті.
астындағысы мен 6 қойып қойыппын. Сонда қалай болады бұл? Натрий хлор қаш қоямыз. Және су қаш қоямыз. Или қараңыздар, бұл жақта оттек 6 екен ғой. Бұл жерде оттек 3 болып қалды. Мына жерге 3 емес, бұл жерге сутекке 6 деген цифрды қояды екенбіз. Вот осымен реакция теңесті. Тағы да бір қасиет, аммиакат деген нәрселер бізде термолиз деген процеске ұшырайды. Термолиз дегенде қыздырғанда ыдырайтын реакцияларды термолиз деп атаймыз. Вот, яғни мына затты қыздырсақ, бізде реакция жүреді екен. Қандай реакция жүреді? Мыс пен сульфат бірігіп кетеді. Және аммиак өзі бөлек былай түзіле салады. Мына осылай. Мына жерде сонда аргентум мен хлор бірігеді, және аммиак өзі осылай бөлініп кете салады екен. Так, теңестіретін болсақ, аммиакқа 4, мына жаққа 2 қоямыз. Осымен реакциямыз теңесті. Так, жігіттер, қыздар, осымен біздің тақырыбымыз бітті. Кешендік қосылыстар деген өте қызықты тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Әдеттегідей 5 сұрақ дайындап қойдым. Сол 5 сұраққа дұрыс жауап беріп кетсеңіздер. Кетік, бірінші сұрағымыз, екінші сұрағымыз, үшінші сұрағымыз, төртінші сұрақ және 5-ші сұрақ. Егер 5 сұраққа толықтай жауап беріп біткен болсаңыздар, онда дұрыс жауаптармен тексеріп алыңыздар. Міне. Так, әдеттегідей 5 сұрақтың қаншаны дұрыс жауап бердіңіздер, соны комментарий қалдырып кетіңіздер. Осымен біздің сабағымыз бітті. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.